Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздер достық бәрінен қымбат атты шағын қойылымды тамашалайсыздар. Ендеше орман әлеміне бірге саяхат жасайық. Сәлем тышқан досым, қалың қалай? Сәлем қоян, жақсымын. Өзің ше? Мен де жақсы. Бүгін ауа райы қандай керемет. Сәлем достарым, сендер не істеп жүрсіңдер, а? Біз жай ғана серуендеп жүрміз. Бәріміз бірге ойнасақ қалай? Керемет идея. Барлығы бірге ойнап жүр. Мені ешкім шақырмады. Қазір мен оларды ренжітіп, ұрыстырып қоямын. Қоян, сен білесің бе? Тышқан сен туралы жаман айтып жүр. Не? Шынымен бе? Иә, ол сенімен ойнағысы келмеді екен. Тышқан, аю сен туралы күлді. Қалайша, ол менің досым емес пе? Тышқан, сен неге мен туралы жаман айттың? Мен ештеңе айтқан жоқпын, ал сен ше аю? Мен де ешкімді ренжіткен жоқпын, достарым. Мен сендермен ойнамаймын. Мен де сендермен ойнамаймын. Мен де ойнамаймын. Ха-ха-ха-ха-ха! Қандай оңай алдадым. Тоқта, сонда сен бізді алдадың ба? Демек, біз бекерге ренжістік пе? Түлкі, сен неге олай жасадың? Мен жалғыз едім, сендермен ойнағым келді. Ондай неге өтірік айттың? Кел, дос болу үшін алдау керек пе сонда? Кел, бізбен бірге ойна, бірақ енді ешқашан өтірік айтушы болма. Алақай, рахмет, кешіріңдер мені.